да қымбатты менің номер 91 жалпы орта мектебінің ұстаздары. Мен сіздерді бүгінгі 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Ендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мен осы 91-ші жалпы орта мектебінің түлегі Танадарова Жадыра Мағашбайқызымын. Қазіргі таңда Сайрам көмекші мектеп-интернатының директоры және Қаратау аудандық Нұр Отан партиясының филиалының Сайрам өркениет бастауыш партиясының төрайымы. Барлық жалпы орта мектептері, жалпы білім беретін мекемелердің барлығында қашықтан білім беру жұмыстарын жүргізіп жатқандықтан бүгінгі соңғы қоңырау мерекесі де онлайн форматта өтіп жатыр. Сондықтан мен өзімнің ұстаздарымды, биылғы бітіріп жатқан жас түлектерді осы айтулы 25 мамыр соңғы қоңырау салтанатты іс-шарасының шын жүрегімнен құттықтағым келеді. Жас түлектерге үлкен шығармашылық табыс тілеймін, сәт сапар тілеймін. Сіздер ұстаздарымыздың берген білім нәрімен сусындап өсіп, олардың сенімін ақтайсыздар деген үміттемін. Қанаттарыңыз талмай, биік шыңдарды бағындыра беріңіздер. Ал ұстаздарыма тілейтінім үлкен шығармашылық табыс тілеймін, дендеріне саулық тілеймін. Бізді өсіп, осындай деңгейге жеткізген үшін шексіз алғысымды айтамын. Рахмет. Мектептің ұстаздары. Ана 2019-2020 жылғы оқу жылының тамам болуымен барлықтарыңды құттықтаймын. Дендерің сау болсын. Ал енді осы балдарыма, небірелеріме ұстаздық қылып білім берген bütün коллективке, оқытушылар коллективіне, балжан бастық bütün оқытушыларды осы оқу жылының тамам болуымен құттықтаймын. Дендерің сау болсын, келесі оқу жылдарды Құдай қаласа esen аман төрт көзін түгел бастай берейік. Аман болыңдар, рахмет бәріңе оқытушылар. Армысыздар, ардақты ұстаздар. Әлемді білім билеген, сол білімді берген ұстаздар, сіздердің мына соңғы қоңырауларыңыз ұлы Рамазан айының айтыменен сәйкес келіп тұр. Алла береке берсін, әрқайсыңыздың отбасыларыңыздың, жеке бастарыңыздың амандығын бере берсін. Ұстаз деген сөздің өзінің түбірінде ұста деген сөз мағына тұр. Ағаш ұстасы, темір ұстасы, сіздер бала ұстасыздар. Баланы тәрбиелеп, балаға білім беріп, екі адам баланың жақсылық тілейтін болса балаларға, соның бірі ата-анасы болса, екіншісі ұстаз екен. Осы тәрбиелеген, оқытқан балаларыменен асса екен дейді. Сіздердің оқытып отырған балаларыңыздан ел басқаратындар, елін қорғайтын батырлар, тағы да көптеген маман иелері шығады. Алла разы болсын сіздердің істеріңізге. Міне ендігі күздегі жаңа оқу жылына төрт көздеріміз түгел жетсін. Аман есен болыңыздар. Рахмет сіздерге.